менің осылай ғылым мен әйел образын үйлестіруіме ең алдымен ата-енемнің қолдауы, ол әке-шешем тәрбиесінен бөлек жолдасымның, сосын жаңағы тіпті көршілерімнің, біз қайда тұрсақ та көршілеріміз бізге үлкен көмек беретін, балаларымызды балабақшадан алғанға дейін. Сондай орта сізді қолдау керек та, ол ортасыз сіз ешқандай жетістікке жете Осымен алмайсыз. мен толық келісемін. Өйткені мен айтып отырмын ғой, жаңағы түнгі 1-ге шейін отырамыз, 3-ге сол кезде мен жолдасым балдарды алып өзі ұйықтап қалатын да. Ол да негізінде үлкен көмек. Өйткені әдетте қалай кішкентай балашаға сен қасына барып көңіл бөліп ертек айтпағанша, болмаса қасына барып бірге қисайып жатпағанша ол ұйықтамайды. Сосын одан бөлек расында да ортаның қолдауы үлкен маңызды. Мен мысалы үшін расында да өзімнің туыстарымнан, өзімнің анамнан бөлек қайын жұртыма да алғысым шексіз. Ол кісілер расында да қабылдады менің сондай адам екенімді. Сондай қандай? Менің тіпті қайынәпкем бар, ол кісі дейтін, мен жаңа КБТУ-ға түсе алмай жүрген кезде ол кісі скорыйда жұмыс жасайтын. Сосын сол кездегі ректоры спецконтингентіне кірді ма, ол кісі жұмыс жасайтын поликлиник, сол кісіге барып тұрып сұраған ғой, осы менің келінім бар, соны докторантураға восстановить етейік деп едік деп. Одан кейін мен екінші рет PhD-ге түсіп алған кезде ол кісі андай тілектерінің арасына қосып қоятын, Ақбаян PhD-ін қорғап алса екен деп та, оның өзі үлкен көмек.